Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде бүгін жаңа тақырып Екінші дүниежүзілік соғысты жалғастырамыз. Бұны білесіздер, иә, 1939 жыл және 1945 жылдар аралығында болады. Бұл дүниежүзіне үстемдік жасау үшін Германия, Италия, Жапония тарапынан басталған соғыс. 33 жылы фашистік диктатура орнағаннан кейін Германия бүкіл дүниежүзіне үстемдік ету жоспарын іске асыра бастайды. Және оны осы Италия, Жапония елдері қолдайды. Және осы елдер 1936 жылы антикоминтерндік пактіге қол қояды. Оған 37 жылы Италия қосылады. Жапония 1931 жылы Қытайда, Италия 1935-36 жылдары Эфиопияда, Германия мен Италия 36-39 жылдары Испанияда басқыншылық соғыстарын жүргізеді. Дәл сол сияқты 38 жылы Германия Австрияның Мюнхен келісіміне, қыркүйекте Мюнхен қаласында Германия, Ұлыбритания, Франция, Италия үкімет басшылары кездесіп, Чехословакияның Судет облыстарын немістерге бөліп беру жоспарын қарастырған болатын. Сәйкес Чехословакияның Судет облысын 39 жыл наурызда Чехословакияны, Литваның Мемель облысын сәуір айында Италия, Албанияны басып алады. Еуропада өз мүдделерін қорғау үшін Ұлыбритания мен Франция үкіметтері осы Польша, Румыния, Грекия, Түркия елдерін қорғауға міндеттеме алады. Сондай-ақ КСРО мен ұжымдық қауіпсіздік жөнінде келіссөздер жүргізе бастайды. Кеңес үкіметі олардың кейбір талаптарымен келіспейді. Келіссөзді тоқтатады да керісінше Германиямен өзара шабуыл жасаспау пактісіне қол қояды 1939 жылы. Және осы кезде бізде Молотов-Риббентроп келісімі пактісі де болады, иә. Бұл бойынша екі мемлекет жасырын түрде Шығыс Еуропадағы өздерінің ықпал ету аймақтарын бөлісіп алады. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Бессарабия және Польшаның шығыс бөлігі Кеңес одағына, ал қалған бөліктер барлығы түгелдей дерлік Германияға тиесілі болды. Бұл бізде Молотов-Риббентроп пактісінен қалған суреттер. Бірінші кезеңі енді КСРО-мен келісімге келгеннен кейін Германия Польшаға шабуыл жасайды, иә. Ал 3 қыркүйекте Ұлыбритания мен Франция Германияға соғыс жариялайды. Яғни поляк армиясы қыркүйекте Варшаваны ерлікпен қорғағанмен еріксіз беріледі. Осылайша 17 қыркүйекте Қызыл армия Молотов-Риббентроп келісімі бойынша Польшаның шекарасынан өтіп, батыс Украина мен батыс Белоруссияны өзіне қосып алады. Сондай-ақ қазан қыркүйек айларында Эстония, Латвия, Литва үкіметтерімен өзара көмек шарттарын жасасып, әскерін кіргізеді. Бұл жерде бізде Атлант үшін шайқас. ақш Атлант төңірегіндегі флоттарының бір бөлігін Тынық мұхитына көшіреді. Ал 1942 жылы бірінші жартысында Жапон флотына бірнеше соққы беріп, қорғанысқа көшуге мәжбүр болады. Басып алынған жерлерде жапондарға қарсы азаттық қозғалысы күшейеді және Америка және ағылшын флоттары Германияның сүңгуір қайықтарына тойтарыс беріп, 1942 жылы осы жазда оларды Атлант мұхитынан ығыстыра бастайды. Дәл сол сияқты Курск шайқасы. 1943 жылы жазда өткен әйгілі Курск шайқасында жеңіске жеткен Қызыл армия жаппай шабуылға шығып, Украина мен Беларусьті азат етуге кіріседі. Бұны жазып аламыз. Яғни Украина мен Беларусьті азат ету бұл тарихта Курск шайқасы деп аталады. Жылын жазып аламыз. Бұл жерде міне суреттерін қарасаңыздар болады, қосымша ақпараттарды тағы оқысаңыздар болады. Және екінші дүниежүзілік соғыстың салдары қандай болады? Соғысқа 61 мемлекет, дүниежүзі халқының 80% қатысады. Соғыс қимылдары 40 мемлекет жерінде жүріп, 110 миллион адам әскерге алынады. 50-55 миллион адам қазаға ұшырап, 4 триллион доллар көлемінде шығын шығады. Және соғыстың аяғында фашизм толық келіп, батыс Еуропа елдерінде демократияның орнауына жол ашылады. Яғни демократты мемлекеттер болады. Фашизмді талқандауда шешуші рөлді КСРО құрамындағы халықтар атқарған. Назарларыңызға рахмет. Тапсырманы кейін жүктеймін.